Достар, сіз Черногорияға келем десеңіз, сіз білуге тиісті 5 маңызды ақпарат. Ол біріншісі, әрине, біз енді біліп жатырмыз, туристерге арналған салық, яғни күніне 1 евро төлейсіздер, соны ұмытпаңыздар. Екінші кезекте бұл қолма-қол ақша міндетті түрде алып жүру керек. Үшінші кезекте енді жалпы қалалар арасы өте жақын болғандықтан сіздер автобуспен қатынайтын боласыздар, және де төменде сіздерге сілтеме қалдырып кетем, автобустың билетін осы жерден алсаңыздар жақсы болады. Одан кейінгі келесі мәселе бұл такси мәселесі. Такси бұл жақта жалпы Черногорияда өте қымбат, сондықтан да көшеден такси ұстасаңыздар жақын жердің өзіне өте қымбат ақша сұрайды. Сондықтан мына қосымшаны жүктеп алыңыздар, бұл қосымшада сіздер 2 есе арзан, яғни өзіңіздің баратын жеріңізге жете аласыздар. Бесіншіден, енді бұл ел жалпы гранат пен зәйтүннің отаны, яғни көшеде өсіп тұрады, зәйтүнді және гранатты көп өндіреді. Сондықтан да зәйтүн мен гранатты, яғни қолдың зәйтүн майын дәмін көріңіздер.